Мен бүгін Майнкрафтты Java ішінде бірінші рет отып көруге тырысатын боламын. Және де біздер дәл осы видеода Javaның Bedrock'тан қандай айырмашылығы бар екенін көретін боламыз. Бүгінгі видео өте қызықты болады. Видеоны жібере алмаңыздар, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ендеше видеоға кеттік. Ал вот мен мирді аштым, бірақ мен әзірге ешқандай айырмашылық байқап тұрған жоқпын. Кәдімгідей Bedrock сияқты Java. Енді сосын мен ағаш шабайын дедім. Енді ағаш шабу екі түрлі емес шығар Java мен Bedrock'та. Әзірге ештеңе байқап жатқан жоқпын, дәл сондай Майнкрафт дым өзгермеген. Және де мен өзімнің меріма текстур пак қосып алдым. Бұл арнайы текстур пак, просто сіздерге әдемі көрініп тұру үшін, енді заттарды 3D қылдырады. Бірақ шейдер қосқан жоқпын, просто Майнкрафттың шынайылығы кетіп қалады. Және дәл осы ағаштың қасына арбуз тауып алдым. Бұл арбуз бізге тамақ болуы керек болады, бәрін сындырып аламыз. Осы Майнкрафттағы ең қызық нәрсе, бәрін өзің істеуің керек. Бір нәрсе жасау үшін әуелі бәрін жинап, дайындап аласың. Бір жағы қызық, бір жағы шаршатады. Бізге достар қой тауып алу керек. Қазір төсек үшін отында қой кетіп бара жатыр. Бірақ бұл енді қара жүн, бұның жүнін қолданбаймыз, бірақ хотя бы бұның етін қолдануға болады. Ал вот қой тауып алдым. Енді дәл осы қойды өлтіріп жүнін алып алайық. Бір қызығы, бұл ойында өзіңді жалғыз сезінбейсің, табиғат, жануарлар, тіпті зомби бәрі сенімен бірге. Мынаны қараңыздар достар, мына жерде бір иттер жүр. Осы соңғы обновлениеде білесіздер, иттердің текстур пак өзгерген. Әр жерде иттер әртүрлі болады, иттер емес, әртүрлі қасқыр ма сондай. Бірақ енді қазір менде ешқандай сүйек жоқ, бұны асыра алатын. Бір қате заттарымызды жинап қояйық. Мен қазір бір ұйықтайтын бір жер тауып алуым керек, тағы да қойлар тауып керек. Ана жаққа қараңыздар достар, ана жерде тағы да қойлар толып тұр. Қойдың бәрін өлтіріп алайық. Хоп. Ал енді өзімізге заттар жасап алайық. Ағаштың кирка салып, сосын жерге қазып, тастың заттарын жасап алайық. Майнкрафтта кез келген нәрсе, кішкентай нәрсе бәрі маңызды. Бір ағаш немесе бір тас тапсаң да бәрі керек. Кейде сол ұсақ түйектен үлкен нәрсе шығады. Ал достар, өзіме тастан полный заттар жасап алдым. Javaның Bedrock'тан бір айырмашылығы төсек достар 3D болып тұрады екен. Ал уже дала күн болды. Зомбилар, мобтар, ешқандай мобтар пайда болып үлгермеген сияқты. Онда біз алға жүре берейік, мүмкін алдымызда мүмкін ауыл деген сияқты бір данждар деген тауып қалатын шығармыз. Ал достар, мына жерден бір трассингті тауып алдым. Трассингтер 3D болып тұрады екен, өте әдемі. Мен бәрін сындырып алайық. Қараңыз, асқабақтың төбесіндегі бір нәрсесі 3D болып тұр. Әдемі деталь. Мынаны қараңыздар, мен мына жерде дөп түзеу жерді алдым. Мынаны қараңыздар, дөп түзеу. Мына жерге өзім базам салғым келіп тұр. Бірақ мен база салып жүргім келіп тұрған жоқпын. Біздің видеомыздың мақсаты Java мен Bedrock'тың айырмашылығын білу деген сияқты нәрселер ғой. Басы драконды өлтіру, маған ондай база құрап уақыт созғым келіп тұрған жоқ. Онсыз да уақыт жоқ, бәрін істеп жүруге, онсыз да уақыт көп кетеді. Видеоны ұзақ қылсам, сіздерге де көруге ыңғайсыз болып кетуі мүмкін. Достар, үшін мен көп видео түсірмедім, біршама уақыт болды видео түсірмеген сіздерге. Енді кішкене бір түрлілік болып жатыр мүмкін. Енді андай сіздерге қызық емес болуы мүмкін. Мен көп видео түсірмеймін, реально біршама уақыт. Соңғы рет жаздың орталарында міне басында ма түсірген болатын. Майнкрафттың летсплей емес, мындай просто 100 күндік челлендждерді. Мындай челлендждерден біршама уақыт шықпаған шығар. Сіздер осындай қандай видео қалайсыздар? Осы мен Java-мен бірінші түсіріп жатқан шығар. Мен Java-мен бірінші түсіріп жатырмын, енді бірақ ойнап көрдім. Бірақ драконды өлтіріп көрген жоқпын әлі. Драконды өлтіру қиын бола ма екен, қалай болады екен, бәрін тексеріп көреміз. Енді кішкене бәрін артын қарап көреміз. Енді тікке жүре берейік. Мына джунглидің орталығынан. Енді әрі қарай мүмкін бір қызықты бір нәрсе тауып қалатын шығармыз. Мүмкін данждар болып қалатын шығар. Данж шықпаса алмазда жақсы болады. Просто данжда мүмкін алмаздар кездесіп қалуы мүмкін. Риск видеосы салсамызбен алмаз тапсақ, бұл біршама жетістік па қалай сонда. Любой нәрсе. Достарынан қараңыз, не көріп тұрмын. Наконец-то ауыл көріп тұрмын.
достар, енді ауылдың ішін заттар тонап кетеді, енді мүмкін тағы керек заттар бар. Риск алмаздар шықса, ё-моё. Ебай. Ема. Жоқ болып жатыр. Все. Көремде. Өзімізге железо алайық. Достар, все. Железо. 3 железомыз бар, енді осы 3 железомен риск өзімізге не жасалайық. Не жасалайық. Кирка жасалайық. Өзімізге кирка. Так, мына төбедегі үйде точно сундук болу керек. Или бар екен. Так, мынандар бар екен. Бұл басқа түк керегі жоқ. Мына достар, бір жаман достар. Мен жеделдерді іздеп жүрмін, бірақ бұл жерде іздесем де бір жаманы сундуктарда дым болмайды. Ё-моё достар, оранжевый төсек. Мен оранжевый төсек маған, мен өзіме оранжевый төсек салып бер. Мына жерде тағы сундук бар екен. Кеттік. Так, бұл жерде хлебтен басқа ешқандай пайдасы бар ештеңе жоқ. Енді мына жерде хотя бы семьяларды алып кетейік. Бүгінгі хлебтарға тағы манса аламыз. Тамақ қағыдаға керек болады. Мен қазір достар бір тұнамайтын тағы обновление керек сияқты, андай бір төсектерді бір стаққа жинайтын. Просто төсектерді әр жерге бәрі бөлек-бөлек болып тұрады. Баяғыда тамақтар сөйтіп тұрады еді. Тамақ простой, сондай болып тұрды, короче. Мен ондай кез ойнаған жоқпын, бірақ енді ондай сондай болған болатын баяғыда. Енді қазір ондай емес. Ё-моё достар, железо пен изумруд енді осы торговать етейік. Так, керек емес ма ондай нәрселер. Так достар, мынау бізге керек болып қалмаған, артынан азеритовый заттар жасасақ или тағы басқа. Мен де бірақ жүзгенде көбінесе азериттер доконца іздемеймін. Просто маған азериттер доконца керек емес. Алмазный мен де жүре беремін мен. Енді бір доконца біздің главный мақсатымыз дракон өлтіру. Бізге андай үй салу, даму маңызды емес. Енді маңызды ғой ондайларды, бірақ андай шірейк қатты керек емес. Маған мына ауылдың тұрысын алып тұр, қараңыздаршы, әдемі жасалған. Бір-бірімен бәрі әдемі тұр, өзімнен алып тұр. Мына төбедегі тағы үйлер тұр, әдемі тұр, қараңыздаршы. Бәрі қисық тұрған, енді рандом кетіп қалған нәрселер, бірақ маған тұрыстар ұнап тұр, кәдімгі біріндей әдемі тұр да, бір төбеден қарап тұрасың, сондай бір қызық. Тағы сундук бар екен. Так, міне чистая карта. Так, чистая карта бізге керек болып қалар. Тағы сундук. Ё-моё достар, вот это лепота. У нас есть броня теперь. А чё? Ё-моё достар. Ё-моё. Я бы хотел. Потому что енді білесіңдер ғой, бедрок тұсындай болып әлі бар шығар, бірақ бізде неде жоқ екен, Java'да жоқ екен. Java'да кейбір заттар басқаша болады, уже достар, уже Java'ның бір ерекшелігін тауып алдық. Әлі тұрды дәл тағы біршама ерекшеліктер болады, біз білмейтін заттар. Достар, осы үйден өзімнің үйім қылып алып жақын, маған ұнап тұр. Так, мына заттарды сындырып тастаймыз, мына заттар бізге керек емес. Мына заттар вообще орындалып тұр бостан-босқа. Мен өзіме просто өзімнің төсегімді оқып қоя саламын. Енді ұйықтай берейік. Ал достар, екінші түніміз. Бірінші түніміз емес, екінші түн екен ғой. Түсіндім. Бірінші түніміз екінші түн болады. Ал достар, қараңыздар, мен бір түрлі бір шақты олдым. Бұл қандай шақты екен түсініп тұрған жоқпын. Бірақ енді бұл нәді емес, бұл жер кішкентай, бұл жер алмаз болу бір шама процент аз ықтимал жоқ. Ё-моё, қараңыз достар, мен ет тапқанымды. Кеттік, момент түсіп кетейік ішіне, бір нәрсе, бұл ішіне бірақ сундук тұрмайды. Бірақ бір пайдалы нәрсе бар сияқты бұл жерде. Бар сияқты, бұл жер золото болу керек негізінде. Жүрсі шығай қайтты. Достар, короче, мен ішіне кірмейтін болып шештім. Себебі бізге кіріп, негізінде біз бостан-босқа кіріп керек емес. Потому что бұл жақта ешқандай сундук жоқ. Бұл жерде ешқандай ештеңе жоқ, просто золото бар, реально көп золото бар. Бірақ маған золото керек емес. Еще менде есік те жоқ.
ауа ұстап тұратын. Жарайды, шығайық, жүрейік. Мына жақта мүмкін бір шахта тауып қалатын шығармыз. Енді достар, мәмілемеңіздер, егер бір нәрсе енді видео қысымыз болып жатса, енді достар көре беріңіздер. Мен дейтін дәл қазір просто бәрін қиып өткізіп жібере саламын. Ал достар, шахта іздейміз, кеттік. One eternity later. Иә достар, мен бір момент өткізіп жібергеніме кешірім сұраймын, но бірақ достар, мен манадан бері мен шахта тапқан жерімді видеоға түсірмеппін. Шахтаға түсіп бір кішкентай жер тауып алдым, шынымды айтсам. Бір кішкентай жер. Сосын кішкентай жер кірдім, бір тесіктен кіріп жатырмын. Мен үлкен жер ме, үлкен емес пе екен білмей тұрмын. Мүмкін үлкен болатын болса видеоны жалғастыра беремін, ал үлкен емес болатын болса шығып кетемін қайтадан деп ойлағам, бірақ қайта жерге кіріп жатырмын. Түсінбедім не болып жатқанын. Жерге кіріп жатырмын, және жүріп бара жатырмын. Достар, мен не байқап қараңыздар. Достар, мен алмаз тауып алдым. Достар, бұл өте бір неожиданный моментте алмаз тауып алдым. Бұл жер достар, шахтың төмен жері. Бұл жерде қараңыздар, мындай тастар шығып жатыр. Және достар, мен көріп тұрсыздар, алмаздар шеті 4-5 топ несеп тұрады. Жарқырап, сол үшін мен достар өзіме алмаздар алып алдым. Және достар, 6 алмаз! 6 алмаз, ё-моё достар. Негізі достар, нелер шахтар деп алмаздардан кездескен кезде максимум 8 болып кездеседі. Максимум 8. Мен дәл қазір 6-10 тауып тұрмын. Бұл өте редкост. Мүмкін алдымызда алмаз шығып қалатын шығар деп біліп едім достар, алмаз шығып қалатын. Көріп тұрғаныңыз мен ештеңесі, просто алмаздар оңай тауып жатырмын. Бір жақсынан модтың арқасында, текстур пактың арқасында мен алмаздарды оңай тауып аламын. Бұл читерлік деп ойлап қалатын шығарсыздар, бірақ не читерлік деп ондай қатты өзім ойламаймын. Просто жарық қой, просто менде яркость төмендеп тастағаннан кейін жарық беріп тұрған сияқты ғой, просто бұруда жарық көріп тұрады. Главное, әділ тауып жатырмын достар. Ешқандай андай бір X-ray қолданып немесе творческийден қойып алып жатқан жоқпын. Жүре берейік. Опана, алмаз. И достар, үлкен шахта болды қыздар. Бұл реально достар, менің достар. Мадым бір достар, осындай шахтаны іздедім, осындай нәйін жерді. Және осындай алмаздар көп кеседі. Және ана жерде тағы алмаз көріп тұрғаныңыздай. Алмаздарды оңай табам, көріп тұрғаныңыздай осындай нәйін жер болатын болса. Алмаздарды просто бүйтіп қарап кетіп алып кетіп тұрам. Бір жақсы алмаздарды енді оңай табу мен үшін. И вообще алмаздар, алмазға тоятын боламыз бүгін. Ал достар, қараңыздар, мен істеп алғанымда әзірге мен осындай өзіме заттар жасап алған болатынмын. Үстіме алмазен, нагрудный 3 түрлі алмазен заттар и железный заттар жасап алған болатын. Енді әзірге маған осы заттардың өзі реально жетеді. Қазір мен железамен еще бас киім жасап аламын. Вот уже бас киімге жетеді уже. Дәл қазір үстіме бас киім жасап аламын. Сосын барып еще үстіме аяғыма тағы нәрсе жасап аламын. Төбеден обсидиан бар. Обсидиан бар емес, андай не бар. Не көріп қалған болатынмын, лава. Және сол лавамен достар біздер сумен араластырып, бірге обсидиан сап, незер әлеміне барып, жайлап жемшөктің экрайын алып, уже драконды өлтіруге жол апаратын боламыз. Жол сапарға баратын боламыз. Енді видеоны дұрыс көре беріңіздер, өте қызықты болып жатқан сияқты сендерге. Болмаса енді білмеймін, түсінген жоқ ма әйтеуір. Главный жабамен негізі ыңғайсыз болып тұр. Еще ұзақ болып кетті видео, бірақ енді достар сіздердің до конца көрулеріңізді сұраймын. Бұл видео қызық болады. Мына жерде лава бар. Сол лаваға барып уже өзімізге обсидиан жасап алайық. Рукожоп. Уже мына жаққа да келіп қойдық достар. Енді мына жақта бір шама қызықты заттар болып қалады сияқты. Енді әзір біз неудачный жерден пайда болдық. Слишком неудачный, просто мына жерде ештеңе көрінбейді. Мына жерде не бар? Қорқыныш болып тұр. И вообще ешқандай мобты да көріп тұрған жоқпын. Ешқандай андай бір қалай айтсам болады, данждар ма, қалай крепостарды тауып алу керек бізге бірінші.
Енді бізге ифрит өлтіру керек, тағы басқа эндер дракондар өлтіру керек. Хотя бы орманнан да пайда болған жоқпыз. Какой-то бір неудачный, бір какой-то неприятный дым жоқ, ешқандай моб та жоқ. Өлтіретін вообще говно жерім пайда болды. Ал достар, өкінішке орай достар, мен бір жаман жаңалығым бар. Жаман емес па, бірақ достар, Майнкрафтта менде ошибка жүріп қалды. Короче, ошибка дегенде, мысалы, менде мирныйда тұрған жоқ. Мирный сложности кәдімгі нормальныйда тұр. Кәдімгі қарны ашады, мобтар шығу керек. Бірақ ошибка мен мирныйда тұр. Қанша настройкадан өзгертсем де, кіріп шықсам да, өшіріп істесем де, бәрібір дым өзгермейді. Вот қараңыз достар, мен эндерменді шығарайын деп тұрмын. Эндермен шықпайды. Творческийден шығарсам да шықпай тұр, көріп тұрғандағыңыздай. Вообще мен мадан бері іздедім эндермендерді, шықпаған соң, вот творческий менде шықпай тұр достар. Сол үшін реально достар қиын болып тұр. Сол үшін достар мен око эндраны творческийні аламын деп шештім, себебі мен өз қолыммен бұны бәрін таба алмаймын, себебі мобтар пайда болмайды. Ал достар, өкінішті, реально өкінішті, мен дейтін эндерменді пайда қылғыза алмадым. Реально эндермендер өші жоқ. Мир дейтін андай мирныйда тұрған сияқты, бірақ мирныйда тұрған жоқ. Мобтар пайда болмайды, мен несім кетпейді. Мен мирді қанша өшіріп алыпсам да, қанша азаптар әсесем де, неше рет полный Майнкрафттан кіріп шықсам да, бәрібір баг кетпейді. Эндермендер пайда болмайды. Эндермендер шыққан жоқ өздері. Мен іздедім әр жерден, ешқандай шыққан жоқ. Ифриттер шықпайды. Осы мен достар эндер не осы қалай айтсам болады, око эндраны алуым қиын болады. Қиын болады дегенде оны алуға болады, бірақ оны тіпті пиглиндардан да ала алмайсың. Мысалы пиглиндар алуға болады еді ғой, бірақ пиглиндар да бере алмайды, себебі пиглиндар да жоқ. Бұл жерде дым жоқ кәдімгідей. Мир деген сложности нормальныйда тұр. Мобтар бәрі сабул сайтындай болып тұр, бірақ сабул жасалынбайды, себебі бір какой-то ошибка жүріп қалды. Сосын мына мирный зат болып тұр. Мен дәл қазір қалай дәлдеп көрсетсем болады. Мир дейтін жоқ, мына жер көрінбейді. Мен сервер ашып кірген болатын бұл мирға бір себептермен, бірақ серверде баг болып қалып, енді мен дейтін енді сол істей алмай тұрмын. Мен бір жаманы, сол үшін сұрайды мен өзім таба алмаймын. Ал достар, дәл осылай тікке қарата жүре берейік. Тағы да алды тағы тауып алға кәрш. Достар, тікке қарата жүре берейік. Енді осылай крепостың, эндермен крепостын іздейік. Енді бір творческий алғам нечестно болды, түсініп тұрмын. Бірақ достар, енді мен басқаша таба алмаймын дедім, себебі енді көріп тұрғаныңыздай ошибка болып қалды Майнкрафтта. Достар, мен крепосты тапқан сияқтымын достар. Мына жерге достар, мынау око эндера кіріп жатыр. Негізі баяғыда достар, тағы да бір байқағаным достар, Javaның Bedrock'тан айырмашылығы достар, Bedrock'та крепостар дейтін үнемі ауылдың қасынан шығады, ауылдың астынан шығады. Ауылдың дәл астында болады. Бірім қай ауылдың, любой ауылдың астынан шығады әйтеуір. Мен сол байқағаным сол болды. Ауылдың астынан шығады әйтеуір. Баяғыдан бері ойнап жүргеннен іздесем әйтеуір әр жерден ауылдың астынан шығады. Сол осы крепосты. Ал дәл қазір крепост дейтін непонятный жерден шығып тұр Javaдан. Енді бұл Java басқаша болғанда енді сол енді байқалады шығар. Выживание ойнап жатқан кезде уже біршама уақыт дамып кеткен бір кезде. Сөйтіп дамып уже біршама уақыттан кейін дракон өлтірейін деп баратын кезде, драконның дәл қасындағы ауылдан екен ғой. Бір жақсы болды, бір жақсы әйтеуір қасынан болса жақсы, мысалы любой моментте барып қайта аласың деген сияқты. Жоғалып кетпейді. Все достар, мен келдім мына жерге достар, наконец таптым. Әлі тағы да астыға түсу керек екен, бір қараған кезде. Айтпақшы, мен достар, нағанасы мен қарным ашатын болыпты, походу мирныйда емес. Бірақ енді мана бірақ көргендеріңіздей дракон эндермен пайда болған жоқ. Мен өзім істегім келген, бірақ пайда болған жоқ. Енді бірақ енді өкінішке орай бәрібір енді, бірақ енді творческиймен алып алдық око эндраны. Ештеңе етпес.
бірақ хотя достар маған портал тауып алу керек. О, достар, тауып алдым. Наконец-то, достар, уже біршама уақыт іздедім, серьезно уже қиналып кеттім іздеп, бірақ хотя бы таптым, достар. Енді хотя бы осыны қойып, мә, факел қойып кез. Әдемі екен, достар, ә? Мәссаған, достар, ал. Мәш. Біртүрлі болды, бірақ енді хотя бы әдемі болып тұрсын. По прикол қоя салдым. Ал, достар, енді порталды аштық. Енді, достар, кіреміз. Кеттік, ал. Менде әзір бірақ щит дегенде ештеңе де жоқ екен. Мусорлардың бәрін лаваға лақтырып тастайын. Кеттік. Ардигой получил достижение конец, дейді, достар. Уже мы конеціне келіп қалдық. Енді кеттік, достар. Е-мое, достар, почти қалып қалған. Кеттік, достар, драконды өлтіріп, енді драконның қыпасы пайда болды. Көріп тұрғандаңыз, ей. Енді, достар, тез-тез драконды өтіп тастайық. Е-мое. Так, достар, мен ат жардым, бірақ мына жерден қыпым кеткен жоқ. Не екен білмеймін, бірақ қыпым кеткен жоқ. Ё-моё, достар, маған бір нәрсені атып жатыр, прикинь. Атады екен, прикинь, шо тағы да. Айттым, достар, мирныйда тұрған жоқ, бірақ бір ошибкалар болады. Маған да көргендеріңіз, достар, мен қарным ашты. Онда мирныйда емес деген сөз. Бірақ бір нәрсе ошибкалардың кесірінен мобтар шықпай қалып тұр. И мирный сияқты сезіліп қалып тұр. Бам, тағы бірін жарып тастадық, достар. А вот и соңғысы, достар. Все. Достар, мен сумен түсе аламын екен. Жай түспей ақ қойын, достар, қазір бір ошибка істеп қалсам, осының қора болады, достар. Не бедорок па, достар, қараш. Бедороктың түрін қараңыздаршы. Тестураның бір тас сияқты баспай. Так, достар, мен тағы кішкене қыпысын кетірдім. Мұны әлі не жерде жүріп простой. Мен дәл қазір мынаны өлтіруім керек, достар. Наконец-то Javaдан Майнкрафтты ұтып көретін боламыз. Бірінші рет қалай екен, қиын. Достар, қиын болды маған. Главный басы не жерде. Бірақ хотя мен біршама жерін өткізіп жібердім. Око эндуран творческіні алып. Просто менде ошибка болып қалды. Так, ол дракон келді, достар, ұра берейік. Ё-моё, наконец-то, достар! Наконец-то! Ух, ё-моё. Достар, менің кәдімгідей бір шама уақытымды алды, сіздерге түсініп тұрған жоқсыздар қазір мен қандай реакцияда екенімді. Достар, біз наконец-то Javaдан Майнкрафтты ұттық. Бірінші рет Javaның драконды өлтіруім, достар. Реально ұзақ уақыт болды, достар. Мен кәдімгі жарты сағат ұтқан шығармын драконды өлтіру үшін. Потому что мына дракон ортаға келмейді, а менде садақ жоқ, оны атып тұратын. Ол бүйтіп аспанда ұшып жүреді, мен оны күтіп тұрамын мына жерде 10 сағат. Сөйтіп мен дейтін ұзақ күттім, келді, соны ұрам, ұзақ келді, ұрам, реально ұзақ уақытымды алды. Серьезно, бір шама уақытымды алды. Мен наконец-то бірақ хотя бы Java мен Майнкрафтты ұттым. Енді, достар, қайттан кірейік мына жерге. Мындай бір экран шығып бір непонятный. Мынау не сонда? Достар, осындай экран шығады екен. Майнкрафт Java Edition. Наконец, достар, Майнкрафт Java Edition'ды ұттым. Достар, бұл реально қиын болды. Бір шама уақытымды алдым. 4-5 сағаттай компьютерде отырып, наконец-то осы Майнкрафт ұттым. Енді, достар, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ендеше, достар, сіздермен болған мен Арди. Давайте, пока.